1941 жыл. Пернеш 6-шы баласын Жамал атты қызды дүниеге әкеледі. Ал оның күйеуі Нартай сол кезде майданда болды. Үлкен ұлы Сартай бүкіл отбасының қамын өз мойнына алады. Бірақ анасы өз бақытсыздығына және хабарсыз кеткен күйеуіне кішкентай Жамалды кінәлайды. 1950 жылы есейіп кеткен Сартай қарындасын анасының немқұрайлығынан құтқарып, оны қалаға алып кетеді. Алайда жаңа бақытты өмірінде де Жамалды өзінің бақытсыз тағдыры туралы ой мазалай береді. Соғыстан кейін 18 жыл өткен соң, ауруханада жұмыс істеп жүрген кезде Жамал мен Сартай күтпеген бір сұмдық оқиғаға тап болады. Өздері батыр деп ойлаған әкелері оларды тастап, жаңа отбасын құрған болып шығады. Балалардың бақытты болу құқығы үшін қандай ауыр тағдырды басынан өткерген оқиғаны тыңдаңыздар. Құрметті тыңдарман, қай өңірден көріп отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Мен үшін өте маңызды. Көп рахмет. 1941 жыл. Пернеш жастыққа аунап төңкеріліп, терге малшынып жатыр. Ал қасында отырған кіндік шеше оған айқайлап тұр. Күшен, қаттырақ күшен. Не айқайлайсың? Жаңа босанған жас келіндей болып, 6-шы балаңды дүниеге әкеліп жатырсың ғой. 10-шы болса да ештеңе өзгерген жоқ. Қатты ауырып жатыр. Төзесің, аз қалды. Міне, күшен, деп айқайлап тұр. Кіндік шеше толғатқан әйелдің жанында жүгіріп жүр. Ал оның көмекшісі бірде су әкеледі, бірде сүлгіні ауыстырады. Пернештің 5 ұлы аулада ойнап жүр. Анасының халі оларды қызықтырмайды да. Тағы бір бала туды деген жаңалық емес. Кішкентай ұлы енді ғана 3 жасқа толған. Ал анасы тағы бір інісін дүниеге әкеліп жатыр деп ойлайды. Ұл болатынына ешкім күмәнданбаған. Бұған дейін тек ұлдар туған еді. Бірақ кенет кіндік шеше сыртқа шығып, балаларға дауыстап, «Әй балалар, қарындастарыңды көресіңдер ме?» деді. Қарындас па? Анамыз қыз босанды ма? 14 жастағы ең үлкені Сартай қуанып кетті. Ол көптен бері қарындасы болғанын армандайтын. Енді міне, арманы орындалды. Үйге жүгіріп кіріп, әлсіреп жатқан анасын және қасында жылап жатқан нәрестені көрді. Апа, көрсетші. Ол баланы абайлап қолын алды. Жаңа туған нәрестені ұстау оған алғаш рет емес еді. Оның жүзіне қарап жымиды. Сәлем қарындасым, мен сенің ағаңмын. Атың кім? Білмеймін, деді анасы ойланып. Тағы ұл болса, әдемі есім қойыр едім. Ал қызға ойлану керек. Онда Жамал деп қоя салайық. Жаман есім емес, жарайды. Сартай кішінің жолдас қалай? Жақсы, қорада ұйықтап жатыр. Мен оны сабанға жатқыздым. Апа, сен демала бер, бәрін өзім істейм. Сартай шығып кеткенде Пернеш жымиып қойды. Ол оның ең бірінші көмекшісі еді. Қыз болып туғанда ғой. Үй жинайды, тамақ істейді, балаларды қарайды. Жүрегі жұмсақ, мейірімді. Ал екінші ұлы Қасым туралы бұлай айту қиын. Жуырда 12-ге толады. Екінші ұлы жалқау, үнемі қарсы сөйлейді. Сәл нәрсе болса, үйден қашып кетеді. Әкесінен талай таяқ жеген. Пернеш 8 жастағы ұлы, Ақан мен 5 жастағы ұлы Есеннің дауыстарын естіді. Әкелері естісе қуанар еді. Бірақ ол ести ме? Қайда жүр екен? 3 айдан бері хабар жоқ. Келер ме екен? Күйеуі Нартай 1941 жылдың шілдесінде майданға кеткен. Пернеш ол кезде аяғы ауыр еді. Міне бүгін дәл мереке кезде көптен күткен қызын босанды. Әкесі аман есен қайтса, бұл қыз бақытты болады, деді Пернеш. Әй оңбаған қатын, тіліңе тас түссін. Не оттап отырсың? Деп кіндік шеше ашуланды. Ал қайтпаса ше, сонда қызды бақытсыз болып қала ма? Мен тағдырына серт беріп отырмын. Егер тағдыры бұл қызды бақытты етем десе, әкесінде сақтап қалады. Тфу! Деп кіндік шеше түкіріп жіберді. Құдайдан қорықпайсың ба? Қандай құдай? Құдай болса, ер азаматтарымыз жауға қарсы соғысқа кетермеді. Тыңдаудың өзі жеркенішті. Оның үстіне осындай мереке күні. Міне, дәл сен секілділердің кесірінен көктен жаза түсті бізге. Өзің залым қатын екенсің, деп күңкілдеп, ренжіген күйі үйден шығып кетті. Балаға сондай сөз тілей ме екен?
Оның үстіне бүгін қандай күн? Бүгін үлкен мереке. Деп кіндік шешей іште ойланып бара жатты. Ал Пернеш тек баласын немен асырайтын ойлады. Ауыз көп, ал алда ұзақ қыс. Соған қарамастан, олар қыстан аман шықты. Сартай төрағаның рұқсатымен көрші ауданға орман шаруашылығына кетті. Жалақысы аз болса да, ақысы төленетін. Онсыз Пернешке қиын болды. Негізі үйдегі күтуші кетіп қалғанмен бірдей еді. Көктемде Пернешке әскери комиссариаттан хат келді. Күйеуі хабар ошарсыз кеткен деп жазылған. Пернеш күні-түні еңіреп жылады. 6 баламен жалғыз өзі не істейді? Қайғысының шегі жоқ еді. Сартай анасының жалғыз өзі бәріне шамасы келмей қалған түсініп, орман шаруашылығынан қайтып келді де, балалардың бар жауапкершілігін өз мойнына алды. Оның оқу туралы бүкіл арманы бір сәтте быт-шыт болды. Мектепті де бітіре алмады. Қолы тимеді. Ал анасы тек зарлап жүруден танбады. Балаларға мүлде қарамай кетті. 6 айлық Жамал қызы ауырып қалғанда да, оған бәрібір сияқты көрінді. Апа, дәрігер оны қалаға апару керек дейді. Қандай қала? Егер ауруханаға жатқызса, мұндағы шаруаны кім істейді? Мен қалам, деді Сартай қабағын түйіп. Қазірде басқаша болып жатқан жоқ қой. Сен қалаға барып дәрі әкел. Дәрігер керегін жазып береді. Сен қандай анасың өзі? Деп айқайлап жіберді Сартай. Саған бәрібір ме? Ол кішкентай ғой. Оған көмек керек. Ал маған көмек керек емес пе? Бәрі соның кесірінен. Оның маңдайына бақытсыздық жазылған. Әкесі де содан майданнан қайтпайды. Сен мүлде есіңнен адасып кеткен екенсің. Ол біздің де әкеміз ғой. Жалпы өзіңнің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Мен байқаймын. Сен оны мүлде жақсы көрмейсің. Басқа балаларды да жақсы көрмейсің. Бізді әкем кетіп қалмасын деп тудың. Бізді тек әкемді ұстап қалу үшін туғансың. Пернеш үлкен ұлын шапалақпен тартып жіберді. Бірақ іштей оның дұрыс айтып тұрғанын білді. Иә, оның балаларға деген мейірімі болмады. Өзі де соған өзін кінәлайтын. Ол балаларды күйеуі басқа елдерге кетіп қалмасын деп туған еді. Тіпті оны алдап, өзіне үйлендірген. Аяғым ауыр деген. Ал шын мәнінде тек неке түні жүкті болған. Кейін күйеуіне Сартайды мерзімнен асырып көтеріп жүріп қалғанмын. Ондай болады деп өтірік айтқан. Содан соң бірінің артынан бірін туа берді. Күйеуі алғашқы махаббатына қашып кетпесін деп қорықты. Сартай анасына ашумен қарап, Жамалды қолына алды да үйден шығып кетті. Ол баланы құшағына қысып, фельдшерге қарай жаяу тартты. Өйткені олардан басқа көмектесер ешкімі жоқ. Сендер неғып жүрсіңдер мұнда? Мен төрағаға жазып жібергенмін ғой. Қалаға анықтама берсін деп, неге кетпедіңдер? Анам барғысы келмеді. Дәрігер бізге көмектесіңізші. Оны өзіңіз қалаға апарыңызшы. Фельдшер Пернештің аналық қасиетіне қынжылып, балаларды ертіп төрағаға барды. Сосын оның мәшинесімен қалаға кетіп қалды. Ауруханада Сартай кішкентай қарындасының қасында қалуға рұқсат берді. Өйткені қолды жетіспей жатты. Оның үстіне сәби бар. Ауруханадан тек аптадан кейін емделіп шыққан соң, Сартай Жамалды қолына көтеріп үйге оралды. Оларды анасының наразы жүзі қарсы алды. Міндетті түрде ауруханада қалуын керек пе еді? Міндетті түрде ме? Апа, сенде мүлде жүрек жоқ па? Көрші тәтенің 8 баласы бар. Бірақ бәрі мейірім көріп өсіп жатыр. Бәрі бақытты. Қиындық болса да, оның 3 қызы көмекші. Бәріне үлгереді. Сен жаман анасың, деді Сартай басын шайқап. Мен әкемнің қайтатынына сенемін. Сонда ол бәрін білет. Не білет? Ол қайтпайды. Ол жақтан ешкім қайтып келмейді. Қай жақтан? Деп Сартай оған тесіліп қарады. Сен бірдеңе білесің бе? Иә, білем. Пернеш артық айтып қойған түсінді. Бірақ үлкен ұлының көзіне қарап тұрып өтірік айта алмады. Сен ауруханада жатқанда, оның әскердегі досы хат жіберді. Әкең тұтқынға түсіпті. Сондықтан хабарсыз кетті деп есептеледі. Айтуларынша ол жақтан ешкім қайтпайды. Тағы естігенім, кейін бізге жәрдемақы да берілмеуі мүмкін. Қалай өмір сүрерімізді білмеймін. Сен қандай жәрдемақыны ойлап отырсың, апа? Әкем сондай жағдайда жүр. Сенің жаның соған ауыруы керек қой. Ауырады. Бірақ ол қайтпаса, бізге де қиын болады. Бәрі менің мойнымда.
мұны есту маған жиіркенішті, деді Сартай. Ол үйден шығып кетті де, бұрышқа бара сала еңіреп жылады. Әкесін де өзін де аяды. Өмірінде алғаш рет өзін аяп көрді. Балалық шағы бала бағумен өтіп кеткенін, анасына керек емес екенін. Тіпті әкесі жоқ болған соң, енді балалардың ешқайсы да анасына керек емес екенін түсінді. 1945 жыл тамыз. Мен кетем, деді Сартай, анасына үстелдің басында қысқа ғана. Қайда кетесің? Қалаға. Біздің төраға мені жібереді. Зауытта жұмыс істеймін. Кешкі мектепке түсем. Ал мұнда кім қалады? Маған кім көмектеседі? Апа, балалар өсіп қалды. Соны байқамайсың ба? Қасым 16-да, қазірдің өзінде шөп қорада қыздарды құшақтап жүр. Ақан 12-де. Есен 9-да. Жолдас 1-ші сыныпқа барды. Сенің балаларының бәрі Жамалды қоспағанда күні бойы мектепте болады. Ал негізі бір ғана балаға қарай аласың ғой? Айтшы, саған сол қала неге керек болып қалды? Сен тракторды бәрінен жақсы айдайсың. Тәжірибең бар. Ауылда жұмыс істей бермейсің бе? Мен оқығым келеді. Осы өмірде бір адам болғым келеді. Тек трактор айдап жүре бергім келмейді. Мен бәрін шешіп қойдым. Сен мені тоқтата алмайсың. Мен өстім. Енді сенің айтқаныңмен жүріп, қызметшің болып өмір сүрмеймін. Сартай қарындасын жалғыз тастап кетіп, қатты аясады. Анасы қызына мүлде қарамасады. Амал жоқ. Өз игілігі үшін қалаға кетіп бара жатты. Уақыты келеді. Сол кезде қарындасын да өзімен бірге алып кетеді. Ол тағы да бір нәрсеге қатты үміттенетін. Бір күні анасы өзінің іс-әрекетіне өкініп, оның көз жасымен өз немқұрайлығы үшін жазасын тартатын уақыт келеді деп сенетін. 1950 жыл. 9 жасар Жамал қорада отырып, сұр түсті үрпілдек мысықты сипап отыр. Мысығым менің жақсы, мысығым менің үрпілдек. Мені тек сен ғана жақсы көресің. Не деп күбірлеп отырсың? Деп ағасы жолдас оған жақтырмай қарады. Мысықпен сөйлесетін болғансың ба? Ал мен кіммен сөйлесем? Сендер менімен араласпайсыңдар ғой. Біз сенде кіп-кішкентаймен не туралы сөйлесеміз? Деп ол мысқылдап күлді. 12 жастағы жолдас өзін үлкенмін деп санайтын. Тіпті анасынан кейін отбасындағы ең басты адам менмін деп ойлайтын. 5 жыл бұрын қалаға кеткен Сартай арада 1 жыл өткен соң әскерге алынып, қызметтен кейін оқуын жалғастырды. Ол электрик мамандығына оқуға түсіп, училищені бітірген соң инженер болу үшін институтқа құжат тапсырды. Ал екінші ұл, Қасымның мінезі бұзылып, жаман жолға түсті. Әскерден кейін жаман ортаға араласып, бір қылмысқа байланысып, түрмеде қамалып кетті. Бұл әкелік тәрбиенің жетіспеуінен болды. Ал Ақан орман шаруашылығында жұмыс істеп жүр. Оның да үйге қайтқысы жоқ. Ал Есен анасымен ұрсып қалып, әкесі жағындағы ата-әжесінің ауылына кетіп қалған. Үйде екеуі ғана қалды. Оның үстіне жолдас өзін үйдегі жалғыз еркектің деп есептейтін. Жолдас, мамам қайда? Деп сұрады Жамал ағасынан. Анамыз Тұрсынбек көкенің үйінде. Айтуларынша жақында бізге жаңа әке келеді. Тіпті мүмкін іні не қарындас та туар. Жақсы болар еді, әйтпесе менің ішім пысып жүр. Жақсы болар еді дейді, деп ағасы оны мазақ қылды. Баланы өзің бағасың ба сонда? Сартай ағаңды есіне түсір. Бәріміздің мұрнымызды сүртіп, бәрімізге қараған сол еді ғой. Білмеймін, сен қаласаң, бірақ мен мектеп бітіре сала қалаға қашам. Оқимын, тіпті одан да жақсысы әскерді күтемін де, содан кейін сол жақта қалып қоям. Ал саған қиын болады. Анам сені өзі сияқты бала бағатын күтуші қылып ұстағанына тек қуанады. Жолдас, Сартай ағам ештеңе жазған жоқ па? Мен мамаға телеграмма келген көрдім, бірақ ол маған ештеңе айтпады. Қайдан келген білмеймін. Кімнен екенді білмеймін, деп иығын көтерді ағасы. Тек оның қағазды ұлмаждап, пешке лақтырып жіберген көрдім. Сартайдан басқа кім жіберсін? Сол кезде олар қақпаның сықырлаған естіді. Аулаға бойшаң, иығы қақпақтай жас жігіт кіріп келді. Қуанып кеткен Жамал айқайлап жүгіріп барып, Сартай аға, деп оған атылды. Ол ағасына секіріп мініп, аяғымен құшақтап алды. Әй, менің кішкентай маймылым, деп Сартай қарындасын құшақтап, мұрнынан сүйді. Мені күттің бе?
Мен сенің келетінді білмеппін ғой. Қалай білмедің? Мен анаңа телеграмма жіберіп, сені дайындап қойсын дегенмін. Мен сені алып кетуге келдім ғой. Мені алып кетуге келдің бе? Рас па? Шынымен бе? Деп қыз жүрегі дүрсілдеп ағасының көзіне қарады. Шынымен. Мен сені бір кез алдадым ба? Ешқашан. Ол ағасына жабысып, көз жасын әреңтия сыбырлады. Мен сондай қуанып тұрмын. Ал мені ше, мені алып кетпейсің бе? Деді жолдас. Жақсы болды. Үйде бір ауыз азаяды. Сірә. Деп өзінше сөйледі ол. Анасының жөнсіздігін жақтырмаса да, қарындасына іштей қызғанышы бар еді. Сондықтан оған бірдеңе ауыр сөз айтқысы келіп тұратын. Сартай оған сұстана қарады. Қуанып кетпе. Қазір маман көңілдесінен бала көтеріп жүр. Жақында сендердің қатарларың тағы көбейеді. Қонақтар келіп тұр екен ғой, деп Пернеш аулаға марғау мысықтай көңілді кейіппен кіріп келді. Сәлем мама, деді Сартай. Сәлем балам, деп ол мысқылдай жауап қатты. Не шаруамен келдің? Егер баяғы әңгімемен келсең, жауабымды өзің білесің. Мен саған бәрін жаздым. Жолдас, Жамал, сендер барып ойнап келіңдер. Маған анаммен сөйлесу керек, деді Сартай. Ол балаларға сонда бір салмақты жүзбен қарады. Тіпті екеуі қарсыласпай-ақ шығып кетті. Үйге кірген соң Сартай орындыққа отырып, анасына тіке қарады. Айтшы, саған ол не үшін керек? Сен оны ешқашан жақсы көрген жоқсың. Әкеміздің қасымызда жоқтығына бола, оны бір ойдан шығарылған бос себеппен кінәлайсың. Мен тұрмысқа шығам. Тұрсынбектен жүкті болып қалдым. Мәселе осында екен ғой. Саған бала бағатын адам керек. Онда былай. Не Жамалды менімен жібересің, не Тұрсынбек саған үйленбейді. Сонда көңілдесінен тапқан балаңды өзің ғана өсіресің. Сен не деп отырсың? Мұның бір-біріне қандай қатысы бар? Тура солай. Мен де сенің күйеу болайын деп жүрген адамыңа жаздым. Ол артық ауызды асырағысы келмейді. Егер сен қарсылассаң, ол саған үйленбейді. Балаға шамасы келгенше көмектесермін дейді. Бірақ оны өзің өсіресің. Сенбесең, өзіне барып сұра. Білесің бе, сен екеуің бір-біріңе лайықсыңдар. Өтірік, бәрі өтірік, деп Пернеш орнынан атып тұрып, далаға жүгіріп шықты. Ол Тұрсынбекке барып, оны ертіп келіп, үшеуі бірге сөйлесін деп ойлады. Тұрсынбектің өзі, Сартай өтірік айтып тұр, десе екен деді. Бірақ Сартайдікі дұрыс болып шықты. Тұрсынбек шынымен шарт қойыпты. Не Сартай Жамалды алып кетеді, не ол Пернешке үйленбейді. Пернеш одан ашуланып қайтты. Ол кезде Сартай Тұрсынбекке жаңа аңшы мылтығын сағат пен күміс сыйлап, осы шартқа келіскен үшін қарындасын солайша айырбастағанын анасы білмейтін. Олар бір ай бұрын қалада кездескен еді. Тұрсынбекке мұндай келісім ұнап қалған. Бір жағынан ол Пернеш қызын алып қалатын шығар деп үміттенген еді. Өйткені бәрібір анасы ғой. Бірақ ол Пернештен шаршаған еді. Оның үстіне ол тағы жүкті болып қалған. Алайда Пернеш нашар ана еді. Сондықтан үйіне жеткен шақ шешімін шығарып қойған болатын. Жарайды, айтқаның болсын, деді анасы ашумен. Онда Жамалды жина, біз қазір кетеміз. Мектептегі құжаттарын кейін өзім алып кетем. Мұнда тіпті қонбаймыз да. Бұл үйде жоқ, ренжіме, деді Сартай. Пернеш иығын қиқаң еткізіп, қызын жолға жинауға кетті. Қоштасарда ол қызын салқын ғана құшақтап, өкініш аралас көзбен қарады. Бұл қыз оған әлі күнге дейін тек бақытсыздық әкеліп жүргенде көрінді. Ал Жамал ағасымен қолтықтасып, станцияға қарай кетіп бара жатты. Ол күлімсіреп келе жатты да, бірде-бір рет артына бұрылып қарамады. Қиында бақытсыз балалық шағы аяқталды деп сенді. Енді қалада сүйікті ағасымен бірге мүлде басқа өмір басталады. Жаңа достар, жаңа мүмкіндіктер болады. Сартай оны коммуналдық пәтерге алып келді. Бір бөлмеде егде тартқан әйел, екінші бөлмеде жас қыз Лаура, ал үшінші бөлмеде өзі тұрады екен. Ол Жамалды пәтердегі кісілермен таныстырды. Ал 9 жасар қызға бірден ұнап қалған Лаура оған қамқоршы болатынын айтты. Кешке ұйықтарда Жамал өзін бақытты сезінді. Көрші әже ертегідегі мейірімді әжелерге ұқсайды. Лаура гүлді көйлек киген, сұлу көңілді, мейірімді ханшайым секілді. Ал Сартай
кішкентай қызды құбыжықтың тырнағынан құтқарып әкеткен ханзада тәрізді. Анасын құбыжықпен салыстырған үшін Жамал селк ете түсті. Олай деуге болмайды. Иә, анасы оны жақсы көрмеді. Бірде-бір рет еркелеткен жоқ. Үнемі қуып жүрді. Бірақ сонда да өсірді ғой. Жай ғана анасы бақытсыз еді. Ал соған кінәлі өзі және Жамал. Кем дегенде анасы оған мұны талай рет айтқан. Тұр, ұйқы бас. Жамал ұйқылы ояу күйде сыңғырлаған дауысты естіп, бірден оның кім екенде қайда екенде түсінбей қалды. Көзін ашса, алдында Лаура тұр екен. Қайырлы таң, деді Жамал жымиып. Қайырлы таң. Ал тұр, таңғы асқа барайық. Біз көрші әже екеуміз құймақ пісірдік. Бізде бәрі былай. Қолдан келгенше бірге тамақ дайындаймыз. Ортақ жерлерді кезекпен жинаймыз. Сен де үйреніп кетесің. Ал Сартай ағам қайда? Сартай жұмысқа кетіп қалды. Сен бүгін бізбен боласың. Ол ақша қалдырды. Мата аламыз. Сосын тігіншіге барамыз. Сенің өлшеміңді алады. Сартай сенің бірде-бір әдемі көйлегің жоқ деді. Анам ондай көйлек маған керек емес дейтін. Ауылда оны киіп баратын жер жоқ деп. Есіңде сақта. Әйел адам кез келген жаста ханшайымдай көріну керек. 9-да да, 19-да да, 59-да да. Шашың жинақы, бетің таза, киімің ұқыпты болу керек. Алдымен шашыңнан бастаймыз. Бар, жуынып кел. Жуынып келген соң Жамал Лаураның бөлмесіне кірді. Лаура оның шашын өріп, бантик тағып берді. Лаура, сен мұнда жалғыз тұрасың ба? Әке-шешең қайда? Менің ешкімім жоқ, деді ол мұңайып. Әкем Сталинградта қаза тапты. Анам одан бұрын 39 жылы қайтыс болды. Кешір, мен білмеппін. Сонда сен жалғызсың ба? Неге жалғыз болайын? Деп Лаура жымиып қарады. Менің көрші әжем бар, Сартай бар. Сартай, менің ағам ба? О, саған біздің кездесіп жүргенімізді айтпады ма? Жоқ, деді Жамал баяу. Сен оны жақсы көресің бе? Қандай сұрақ бұл? Әрине, сенің ағаңды қалай жақсы көрмейін? Әлде сен қарсысың ба? Жоқ, Лаура, сен сондай жақсысың. Сендер балалы боласыңдар ма? Үміттенем. Тек Сартай әлі ұсыныс жасаған жоқ. Осылайша әңгімелесіп отырып, шашты да бітіріп, ас үйге таңғы асқа кетті. Кешке Сартай жұмыстан келгенде, оны дәмді аспен, көңілді, бірақ шаршаған Лаура мен Жамалды қарсы алды. Ұйықтар алдында қарындасы ағасын сүйіп, қайырлы түн деді. Сосын бір нәрсені есіне түсіргендей, аға, не болды қарындасым? Сен Лаураға үйленесің бе? О, сондай жақсы. Үйленем, маймылым менің. Тек әзірге үндеме. Мен оған тосын сый жасағым келеді. Енді нағыз бақытты Жамал қабырғаға бұрылып, көзін жұмып жатты. Арада күндер, айлар, жылдар өтіп, 10 жыл өтіпті. Сартай мен Лаура үйленіп, отау құрды. Таңертең 2 жас таңғы ас дайындап отыр. Салатқа қолыңды салма, Сартай, деп Лаура әзілдеп оның қолын қағып жіберді. Қарным қатты аш, пілді де жеп қояр едім. Қалғандарын күтейік, әсіресе Жамалды. Бүгін қос мереке болады деп үміттенем. Ол экономист болуды қатты армандады. Ал ол келмей тұрғанда мен саған сыйлық берейін. Сартай қызыл қорапты ашты. Ішінде әдемі жүзік болды. Ол жүзікті алып, әйелінің саусағына тақты. Мерей тойымыз құтты болсын жаным. Сартай қандай әдемі. Лаура да өз сыйлығын берді. Есімі жазылған сағат. Олар үйленді. Арада 10 жыл өтті. Олардың үйленгеніне. Сартай Лаураға қалай ұсыныс жасағанын есіне алды. Институттың алдында музыканттарды жинап, керемет әнді ойнатқан. Лаура терезеден көріп жүгіріп шыққан. Ал Сартай бәрінің көзінше ұсыныс жасаған. 2 жылдан кейін олардың қызы туылды. Тағы 1 жылдан соң көрші әже қайтыс болды. Оларға туған әже де еді. Сартай инженер болып, таныстарының көмегімен әженің бөлмесін өздеріне алды. Сол кезде Лаура 2-ші баласына жүктеді. Сөйтіп олар 3 бөлмелі пәтердің толық иесіне айналды. Балалар бөлмесін жасап, ұлдары дүниеге келгенде бәрі дайын болды. Жамал мектепте жақсы оқыды. Жиендерін қарауға да көмектесті. Бірақ Лаура оның көбірек оқып, достар табуын қалады. Қазір Жамал 19 жаста. Бірақ соңғы уақытта бәрі ойдағыдай емес.
Екінші жыл қатарынан экономикалық факультетте түсе алмай жүр. Былтыр емтиханнан құлаған, биыл тағы сынап жатыр. Жеке өмірінде де бәрі түсініксіз. Бір күні есік тарс жабылып, Жамал үйге жүгіріп кірді. Ол бөлмесіне кіріп кетті. Сартай мен Лаура бір-біріне қарап қалды. Тағы өтпей қалды ма екен? Лаура Сартайға орында қал деп ишара жасап, өзі Жамалға барды. Жылап отырсың ба? Емтихан үшін бе? Қойшы, тағы тапсырасың. Тапсыра алмайым, менің миым жетпейді. Не болды? Сен жыл бойы дайындалдың ғой. Жамал одан сайын жылады. Басқа себеп пе? Ол мені тастап кетті. Жігіті мені тастап кетті. Мен неге осындаймын? Неге бақытсызбын? Анам дұрыс айтқан. Мен бақытсызбын. Қандай бос сөз, деді Лаура. Жарайды, түсе алмадың. Жарайды. Жігітің тастап кетті. Енді не? Өмір бітті ме? Сен әдемісің, ақылдысың, ал жігітің ақымақ. Ол мені емтихан алдында тастап кетті. Мен жылап тұрдым. Мен оны кешірмеймін. Кешірме? Мен саған ол саған лайық емес дегенмін. Енді көрдің, енді жылама. Ана Серік деген жігітке қараш, мүмкіндік беріп көр. Саған гүл әкелу үшін есігіміздің алдындағы гүлдерді таусытты. Ертеңнен бастап жаңа өмір. Өзіңді бақытсызбын деп айтпа. Саған 19 жас. Өмір алды. Мен жетім өстім. Зауытта еден жудым. 3-ші реттен ғана оқуға түстім. Құдай қайта тұрып сынбаған адамды жақсы көреді деген бар. Сен де түсесің. Бақытты боласың. Сосын бәрі жиналып, Сартай мен Лаураның мерейтойын атап өтті. Сол кезде есік қоңырау соғылды. Бар, саған біреу келді, деді Сартай. Тағы Серік пе? Деп Лаура күлді. Кешке Жамал, Сартай және Лаура ас үйде отырды. Енді не істейм? Тағы 1 жыл күту керек. Біздің ауруханаға санитарка керек, деді Лаура. Қаласаң көмектесем? Зауытқа бармайым. Санитарка болғаным жақсы. 2 аптадан кейін Жамал балалар бөлімінде жұмыс істей бастады. Жеңілірек, әрі оқуға уақыт бар. Бірнеше айдан соң ол тізімнен бір фамилияны көрді. Нартай ұлы 6 жаста. Кешке ол күліп айтты. Біздің тегімізбен тағы біреу бар екен. Иә бар, деді Лаура. Әкесінің аты да сондай. Мүмкін сендердің әкелерің тірі шығар? Жоқ, деді Сартай. Ол қайтса бізге келер еді. Бұл жай сәйкестік. Бірақ ішінен ол күмәндана бастады. Келесі күні ол ауруханаға келіп, әкесін жолы көріп қалып, бірден таныды. Әке, бұл мен Сартай. Нартай тоқтап қалды. Бұл сен ғой, әке? Ол үндемеді. Сенің ұлың осы жерде жатыр. Демек сенің жаңа отбасың бар. Неге бізді тастап кеттің? Кел, отырып сөйлесейік. Осының бәрін аяқтайтын уақыт келді. Көп жылдан бері ішімде ауыр жүк көтеріп жүрмін. Кінәмді жоққа шығармайым. Бірақ бәлкім сен бәрін түсінерсің. Екеуі орындыққа келіп, енді ғана отыра бергенде, Сартай Жамалды көріп қалды. Ол әлде қашан оларды байқап қойған екен. Құдай-ау, тек бұл болмаса екен, деп ойлады ол. Бірақ кеш еді. Жамал жүгіріп келіп, алдымен Сартайға, сосын Нартайға сұраулы жүзбен қарады. Таныс бол, әке. Бұл сенің кенже қызың. Қазан айында туған. Сен бірде бір рет көрмеген қызың. Біздің анамыздың кесірінен өзін бақытсыз сезініп өскен қызың. Ал сен сол уақытта қайда болдың? Жамал естігенін іштей қорытып, үнсіз тұрды. Бір ауыз сөз айтуға да қорқып қалды. Ал Нартай үндемей қалмады. Саусақтарын айқастырып, басын төмен түсіріп, етігіне қарап отырып былай деді. Мен шынымен тұтқынға түстім. 1943 жылға дейін немістердің қолында болдым. Сосын қашып шығудың сәті түсті. Қайтып келген соң мені лагерге жіберді. Бірақ 2 айдан кейін босатты. Отан алдындағы азды көпті еңбегім болды. Мен үшін ара түскендер табылды. Қызметке қайта оралдым. Бірақ үнемі бақылауда болдым. Маған сақтана қарап аңдып жүрді. Бірақ неге анама тірі екеніңді білдірмедің? Ол күтті ғой. Соғыстың аяқталған күтейін, сосын жеңіспен үйге оралам дедім. Тағы бірдеңе болып қалса ше, біздің жақта солай істейтін. Онда неге 1945 жылы үйге қайтпадың? Сартайды осы сұрақ көптен мазалап жүрген. Енді жауабын білгісі келді. Мен оған ғашық болып қалдым. Ол мүлде басқа адам еді.
Біздің аспазшы әйел. 1945 жылдың сәуірінде оның менен жүкті екенін білдім. Ақырында мен соның қасында қалдым. Сонда оның ішіндегі баласы туған әйеліңнен туған 6 балаңнан маңыздырақ болды ма? Әйелің дейсің бе? Ол менің бүкіл жанымды жеп бітірді. Онымен тұрған өмірім маған қанша жүйкемнің кеткенін білесің бе? Кешір. Бірақ сендердің аналарыңның пернештің мінезі оңып тұрған жоқ еді. Жалқау, күңкілдек, үнемі ештеңеге разы емес. Иә, мені ақтайтын сылтау жоқ. Мен арамдық жасадым. Бірақ менде бақытты болғым келді. Ақырында 7 адамды бақытсыз еттім, деді әкесі. Анам қиналды. Ал мен сені елестетіп өзімде қиналдым. Сені аядым. Екінші ұлың Қасым мүлде бұзылып кетті. Әскерден кейін жаман іске араласып, түрмеге қамалып кетті. Әкесіз өскеннің салдары. Қазір одан хабарым жоқ. Түрмеден шығатын уақыты болған шығар. Ал Ақан Астанаға кетіп қалды. Одан да хабар жоқ. Ол да өткенін ұмытқысы келгендей. Жолдас әскери қызметте таңдады. Ал Есен әлі күнге дейін сенің ата-анаңның жағында тұрады. Үйленген, бірақ өмірін бақытты дей алмайсың. Сол сәтте Сартай есін жиғандай болды. Атам мен әжемше, сонда оларды ештеңе білмей ме? Біледі. Есен де біледі. Біз араласып тұрамыз. Сартайға бұл өте жағымсыз тиді. Демек, інісі де оған сонша жыл өтірік айтып келген. Атасы мен әжесі де үндемеген. Ол ауылға қанша рет барды, бірақ олар ләм-мим демеген. Сонда бәрі бірігіп, оның анасына қарсы шыққан болып тұр ғой. Бірақ балалардың не кінәсі бар? Ажырасар едіңдер, болды ғой. Осы соңғы сөзін ол дауыстап айтып жіберді. О кезде ажырасу оңай емес еді. 6 бала бар. Сол кезде Жамал селк ете қалды. Ал менше, сен анамның жүкті екенін білдің ғой. Білдің. Бірақ саған да анама да мен керек болмадым. Білесің бе әке? Әке деуге келсең, анам сен қайтпағаныңа мені кінәлайтын. Тағдырымен байланыстырып кеткенде көретін. Әрине, бос сөз. Бірақ бала күнімнің бәрінде соны құлағыма құйды. Сенің тағдырың бақытсыздық. Сондықтан әкеңде қайтпады дейтін. Ал сен білесің бе? Мен бала күнімде неше рет қақпа ашылып, сен кіріп келетін күнді елестеттім. Мен сенің ешқашан көрмесем де 1000 адамның ішінен танитындай едім. Сен келсең, бәрі бітет деп ойлайтынмын. Анам мені жақсы көре бастайды. Мен Сартай ағамнан басқа біреуге керек болам деп сенетінмін. Өйткені Сартай ағам мені ешқашан тастамады. Маған әкенің де, ананың да орнын басты. Бірақ мен толық отбасын қаладым. Анасы бар, әкесі бар, бәрі бір-бірін жақсы көретін отбасыны қаладым. Ол көз жасын жұтып тұрды, бірақ тоқтата алмады. Сенің қорқақтығың мен арамдығың менің балалық шағымды ұрлады. Мен сені бұл үшін ешқашан кешірмеймін. Менің әкем болған жоқ. Ал мұндай әкенің керегі де жоқ. Осыны айтып, ол бұрылып жол жаққа қарай жүгіріп кетті. Түрін көрсе ақ жеркеніш тудыратын әлгі еркектен барынша алыстағысы келді. Сартай оны қуып жетіп, шынтағынан ұстап тоқтатты. Жарығым менің, қарындасым, бері кел. Екеуі тротуарда құшақтасып тұрып қалды. Нартай оларға көз жасымен қарап тұрды да, сосын бұрылып, ұлы емделіп жатқан бөлімге қарай кетті. Екінші әйелінен туған 3-ші ұлы. Көңілінде ащы мұң бар еді. Бірақ ол үлкен балалармен солай істеген үшін қиналған жоқ. Ол өткен өмірімен бетпе-бет келгісі келмеген үшін қиналды. Бір кезде ол өзіне жаңа өмір бастап алған еді. Кейде оған ар ұяты мазалайтын, бірақ ол өзінде бақытты болуға құқылымын деп есептейтін. Тіпті сол бақыт өзгенің есебінен келсе де. Білесің бе, Сартай, мен оларға қырсығып бақытты болам. Сатқын әкеге де, көкек анаға да қырсығып, менің өз отбасым болады. Мені жақсы көретін, ешқашан опасыздық жасамайтын, балаларын тастап кетпейтін күйеуім болады. Әрине болады. Сен әлі өз тағдырыңды жолықтырасың, деді ол оның шашынан сипап. Мен оны қазірдің өзінде жолықтырдым деп ойлаймын. Меніңше, Серік жақсы күйеу болады. Серік пе? Деп Сартай жымиып қойды.
Бейшара жігітті аяш, сен оны жақсы көрмейсің ғой. Жақсы көріп кетермін. Өйткені ол шынымен жақсы жігіт. Тәрбиелі отбасынан. Бәрі жақсы болады қарындасым. Сартай оның бетіндегі жасты сүртті. Үйге бар. Лаура сенің жұмыста жоқ болғаныңды бірдеңе деп түсіндірер. Сонымен Жамал Серікпен кездесе бастады. Уақыт өте келе ол жігітке зер салып қарап, дәл осы адаммен бақытты болатынын түсінді. Тәрбиелі отбасына шыққан, сәулетші мамандығында оқиды. Үздік дипломға бара жатыр. Оның үстіне Серіктің әзіл қалжыңы керемет еді. Мінезі ашық, көңілді, романтик болатын. Ақыры дәл осы романтикасымен өмір сүйгіштігі Жамалдың жүрегін жаулап алды. 1 жылдан кейін Жамал ақыры экономикалық факультетке оқуға түсті. Ал тағы 1 жылдан соң Серіксіз бір күнде тұра алмайтынын түсінгенде оның ұсынысына келісіп тұрмысқа шықты. 5 жылдан кейін тұңғышын дүниеге әкелгенде Жамал бесікте пысылдап жатқан кішкентай қызына қарап отырып, өз балаңды қалайша жақсы көрмеуге болады деп түсіне алмады. Өйткені адамға өз баласынан қымбат ештеңе жоқ. Балаң аман сау, бақытты болса екен деп жанды да қиюға да, барды да беруге де дайын боласың. Өйткені баланың өзі-ақ үйге бақыт әкеледі. Басқаша қалай болу мүмкін? Анасымен Жамал содан кейін мүлде араласқан жоқ. Анасы Пернеш сол ауылдағы еркек Тұрсынбектен 2 бала туғанын, кейін оның басқа елге кетіп тастап кеткенін ғана білетін. Одан кейінгі өмірі қалай болғаны Жамалға қызық емес еді. Оның өз бақытты отбасы, өз өмірі бар болатын. Сол өмірде анасы Пернешке де, әкесі Нартай сияқты адамдарға орын жоқ еді. Сартай Жамалдан басқа бауырларымен араласпай хабарсыз қалды. Қарындасының қасынан табылып, үнемі қолдап, әкесінің орнына әке, анасының орнына ана болуды еш доғарған емес. Жамал күйеуімен қызын алып, ағасы мен жеңгесі Лаураның үйіне қонаққа жиі барып тұрады. Жамалдың қызының артынан 2 ұл туды. Күйеуі нағыз адал, қорғайтын, қадірлейтін еркек болды. Сартай күйеу баласына қарындасын ренжітпеуін көп айтып жүр. Қарындасынан басқа бауырым жоқ деп отырады. Сартайды өз балаларын өсіріп жетілдіріп, өз ортасында, жұмысында абыройлы адамға айналды. Уақыт бәрін өз орнына қояды дейді, рас екен. Бір кезде жүрегінде мұз қатқан Жамалда, тағдырдың талай сынын көрген Сартайда ақыры бір-бірінен жылу тапты. Екеуінде өткенде ауыр іздер бар еді. Бірақ олар өткенмен емес, бір-біріне берген мейіріммен өмір сүруді таңдады. Жамал алғаш рет өзін әлсіз емес, қорғалған жан ретінде сезінді. Ал Сартай үшін бұл жай ғана отбасы емес, жүрек тыныштығы еді. Үйдің ішінде балалардың күлкісі естілді. Сол күлкі өткеннің барлық ауырлығын жуып кеткендей болды. Жамал кейде терезе алдында тұрып, үнсіз ғана ойға шоматын. Бірақ енді оның көзінде мұң емес, тыныштық бар еді. Бақыт айқайлап келмейді. Ол жай ғана жүрекке ақырын қонады. Кезінде анасы бақытсыздық алып келді деген қызы Жамал шын бақытты болды. Жай ғана емес, өз қолымен жасаған шынайы бақытқа жетті. Осы оқиғадан мынадай ойлар туады екен. Адамның ең үлкен жарасы өткен емес, өткеннің жүректе қалған ізі. Балаға айтылған бір ауыз сөз кейде өмір бойы тағдырға айналады. Ата-ана болу бала дүниеге әкелу емес, оны жүрекпен қабылдау. Мейірім көрмей өскен бала қатал болмайды. Ол тек махаббатты іздеуді үйренеді. Кей адамдар бізді бақытты ету үшін емес, күшті ету үшін келеді. Кешірім әлсіздіктің белгісі емес, жүректің еркіндігі. Өткенді өзгерту мүмкін емес, бірақ оның бізді қалай өзгертуі өз қолымызда. Нағыз отбасы қанмен емес, қамқорлықпен құрылады. Бақыт дайын күйінде келмейді. Оны адам өзі жасайды. Адамды сындырған нәрсе емес, оны қалай көтерген анықтайды. Кейде әке болу үшін, әке болудың өзі жеткіліксіз. Өмірдің әділетсіздігі соңғы үкім емес, тек бастама. Балаға ең керегі байлық емес, өзін қажетсіз сезіну. Жүректе жылу болса, ең суық өткеннің өзі бір күні
еріп кетеді. Өзгенің қатесін қайталамау ең үлкен жеңіс. Құрметті тыңдарман, әңгімені қай жерден тыңдап отырғаныңызды жаза кетіңіз. Әңгімемді тыңдағаныңыз үшін рахмет. Егер лайық көрсеңіз, лайк басып, осы оқиға жайлы пікіріңізді қалдырыңыз. Құдай сіздерді жарылқап, денсаулық берсін. Көп рахмет.